мәңгілік Рамадан айы кіріп келеді. Сағынышыңыз бар ма сол нәрсе? Жүрегіңізде өзгеріс бар ма? Егер Рамаданда сіздің жүрегіңіз қозғалатын болса, ол ненің белгісі, ненің аламаты? Онда жүрегіңізде иманның белгісі болады. Рамазанды сағынып күтесіз ба? Онда жүрегіңізде иманның барлығының белгісі. Егер сізге бір жұмадан бір жұманы сағынып күтсеңіз, жүрегіңізде иманның, Аллаға деген сеніміңіздің барлығының белгісі болады. Жұма өтіп кетті-ау деп қайғырсаңыз, жұмаға бара алмадым-ау деп көзіңізге жас келсе, жүрегіңізде иманыңыздың барлығының белгісі. Келесі жұмада сағынып күтсеңіз, бір Рамазаннан бір Рамазанды, бір құлшылықтан бір құлшылық, әттеңе қолымнан келіп тұрған осақ садақа, бұдан да жоғарысын бергім деп тұр. Аллах деп жүрегіңіз қозғалса, бұл иманның белгісі жүректе. Құдайдың тура жол даңғыл Сират-аль-Фатиха сүресіндегі Сират-аль-Мустақим, мұстақим тура жолға түскеннің белгісі сол. Соның аламаты сол. Басыңызға тақия киіп көшеде жүргенде өзіңіздің мұсылмандығын сезінсеңіз, бұл жүрегіңіздің иманның белгісі. Сақал қойып жүрсеңіз, соған қуансаңыз сақалыңызға, алхамдулилля, жүректегі иманның белгісі. Алланың елшісінің айтқан орындап жатсыз. Басыңызды сәждеге қойғанда қуансаңыз, бұл имандылықтың жүрегіңіздегі Құдайға деген сенімнің барлығының белгісі. Кішкентай бір дүниенің нәрсесіне қатты қуанамыз. Құранда Аллах Тағала «Вәл-адияти дұбха, фәл-мурияти қадха, фәл-муғирати субха, фәәзәрна бихи нақа» деген Адият сүресінде шапқан жылқыларды айтады. Жылқыларға жем беріп, арпа беріп, шөп беріп, соның үстіне мініп тұрып, тебініп, қамшымен салып қалған кезде иесіне жаққандығы үшін, иеме осы мен жем бермей қоям екен деп шапқандығынан ат иесіне жаққысы келеді екен. Сол үшін шабады. Сол иеме жақсам екен деп шабады. Сол хайуан құрлы жоқсыңдар ма деп Аллах Тағала соны келтіріпті Құранда. Мысық кішкентай марғауларын туған кезде балаларын, сол кішкентай балалар тышып қоя береді екен көрінген жерге. Сол менің үйдегі ием мына баламның тышқан боғына мені қуып жібермесін балаларыма деп боғын өзі жеп қояды хайуан. Соған сізбен бізге жаққысы келеді. Өйткені берген сүтін, берген етіңізді, тастаған жуындыңызды соны ақтағысы келеді. Сізбен бізге Аллах Тағала соншама жақсылық берген, біз соны ақтай аламыз ба деген сөз тұрады.